Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін жылу реттеудегі терінің рөлі тақырыбымен танысатын боламыз. Жылу реттеу дегеніміз не? Ол дене температурасының тұрақты сақталуы. Ағзадан тер арқылы 8-нен 80%, ал өкпе мен зәр арқылы 20% жылу бөлінеді. Сондықтан тері жылу реттеудің маңызды мүшесінің бірі болып табылады. Терідегі жылу реттеу тері бездері, терідегі ұсақ қан тамырлары, капиллярлар, тері асты май жасушалары арқылы жүзеге асады. Жоғары температура кезінде ағза өзінің қызып кетуден сақтау үшін тері бөледі және капиллярлар кеңейеді. Ыстық күндері дене еңбегімен шұғылданбаған кезде ағзадан шамамен 10 литрден астам тер бөлінуі мүмкін. Жылу ағзаға қан арқылы таралады. Тер арқылы өтетін қан тамырларындағы қан салқындау үшін капиллярлары кеңейеді. Сонымен қатар бір мезгілде ағзадағы қан мөлшерінің 40% терде болуы мүмкін. Мұндай жағдайда адам моншадан бұлағыштан шыққан кезде немесе ыстық күн бұлшықеттерінің белсенді жұмысынан кейін байқауға болады. Төмен температурада дене температурасын тұрақты сақтау үшін терідегі капиллярлар тарылады. Ол жылудың тері арқылы артық мөлшерде бөлініп шығуынан сақтайды. Тері бұл кезде бозарады. Терінің суыққа қарсы әсері құс терісі пайда болады. Немесе оны біз гусиная кожа деп атаймыз. Жылу реттеудің механизмі жылудың түзілуі. Жылу реттеу үдерісіне теріден басқа да мүшелер қатысады. Жылу реттеу негізінен екі үдерістен тұрады. Біріншісі физикалық, ол жылудың берілуі, екіншісі химиялық, оны біз жылудың түзілуі дейміз. Айта кететін болсақ, тері дененің температурасын тұрақты сақтау арқылы физикалық қызмет атқарады. Яғни теріде болатын барлық құрылымдар суық кезде жылудың қоршаған ортаға аз мөлшерде бөлінуін қамтамасыз етеді. Керісінше ыстықта жылудың бөлінуін барынша арттыратын болады. Жылудың өзі теріде түзілмейді. Жылуды түзетін басты мүшелерге қанға бұлшықеттері, бауыр, ішек жатады. Егер жылыну керек болса, қозғалу арқылы бұлшықеттерді жұмыс жасату керек. Бұл кезде бұлшықеттердің жиырылуынан көп мөлшерде энергия АТФ түрінде жинақталады. Ал қосымша өнім ретінде жылу бөлінеді. Сонымен бірге қоршаған ортаның температурасы төмендеген кезде жалпы зат алмасудың артуынан бауыр жасушаларында жылудың мөлшері көбірек бөлінеді. Температураға сезімталдық және жылуға бейімделушілік тақырыбына тоқталатын кететін болсақ, барлық адамдар үшін өмір сүру жағдайынан тыс қолайлы температура ол 18 пен 22 Цельсий градус болып табылады. Бірақ суық аймақта өмір сүретін адамдар суыққа, ал ыстықта өмір сүретін адамдар ыстыққа төзімді болады. Температураға сезімталдық белгілі бір бейімделгіштікпен жүреді және жылу реттеу механизмдері жақсарады. Жылу реттеуді дамытудың бір әдісі ол шынығу болып табылады. Шынығу дегеніміз не? Ол қоршаған ортаның кез келген қолайсыз жағдайына ағзаның төзімділігін дамыту. Біздің денеміз көптеген жаттығулар жасау барысында осы тапсырмаларды оңай орындай алады. Сондықтан суықтың жиі қайталануынан кейін ағза бейімделеді. Әрине, ағза шынықтыруға біртіндеп сақтықпен кірісу керек. Шынықтыруды жылы мезгілінде бастаған жақсы. Бірақ мынандай қарапайым шара: контрастты душ қабылдау, суық сумен жуынуға болады. Ыстық және суық температураның әсері бірден ауысатын болса, қан тамырлары жылдам тарылады және кеңейеді. Нәтижесінде қан тамырларының екінші қабатындағы бұлшықеттер анағұрлым жаттыққан және серпінді болып келеді. Денені жаттықтыру тері капиллярлары мен қан тамырларын суыққа төзімдетеді және қартаюдан, әжім түсуден ұзақ уақытқа дейін сақтайды. Сонымен бірге ол инсульт пен инфаркттің болудың қаупін төмендетеді.